Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздермен тауық еті және картопты духовкада ең оңай тәсілмен пісіретін боламыз. Ең бастысы дәмі аузыңызда қалады, сондай керемет болып шығады. Видеоның маңызды жерін өткізіп алмас үшін менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Ең алдымен біз тауық аяқтарын осылай ірі көлемде етіп бөліп аламыз және де маринадтауға кірісетін боламыз. Ең алдымен тұзымызды, дәміне қарай қара бұрышымызды салып аламыз. Үстінен кетчуп немесе томат пастасын салсаңыздар болады. Мен кетчупты қолдандым. Екі ас қасық майонез салып аламыз. 3-4 тісше чесногымызды салып аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Толық рецепті әдеттегідей астындағы описание бөлімінде қалдыратын боламын. Барлығын жақсылап қолымызбен араластырып алатын боламыз. Міне барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді бетін жауып, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Енді алдын ала жуып дайындап алған көкөністерімізді турайтын боламыз. Бізге бір дана қызанақ, картоп, сәбіз және пияз қажет болады. Ең алдымен пиязымыздан бастап тураймыз. Пиязымызды турап біттік. Үлкен ыдысымызға салып алатын боламыз. Сәбізімізді жіңішкелеу етіп турап алатын боламыз. Қызанағымызды қатты майда етпестен, орташа көлемде 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Енді кезекте картоптарымызды турайтын боламыз. Картопымызды дәл осылай ұзыннан турап алатын боламыз. Дәл осылай картоптарымыздың барлығын турап алатын боламыз. Барлық көкөністерімізді турап алдық. Енді дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және де қалауларыңыз бойынша кез келген приправа салсаңыздар болады. Екі-үш ас қасық көлемінде сұйық майымызды құямыз. Барлығын қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осы уақытта пешімізді алдын ала 190 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді кезекте формамызға фольгамызды салып, ең алдымен осы көкөністерімізді салып аламыз. Барлығын бір келкі етіп жайып салып алатын боламыз.
Картопымыздың барлығын жайғастырып қойып алдық. Енді маринадталып тұрған тауық еттерін үстінен қойып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай. Дәл осылай сізде жасап көрсеңіз болады. Ең бастысы сондай дәмді қызыл әдемі болып піседі. Барлығын салып болған соң осылай маринадтың суын өзінің үстінен қайтадан құйып жібереміз. Үстінен фольга қағазын жабамыз және де қызып тұрған пешімізде 1 сағат пісіріп алатын боламыз. Бір сағат фольгамен пісіріп алдық. Енді бетіндегі фольгасын алып, тағы да жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Сонда біздің тауық аяқтарымыз қып-қызыл болып пісіп шығады. Міне осымен біздің тауық аяқтарымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай сондай қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Осымен біздің тамағымыз дайын. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма жазылмаған болсаңыз, подписация бөлімін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Дәл осы рецептін жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Сізге және сіздің отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Гүлмира Әлібайқызы, назарларыңызға үлкен рахмет.